Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi zidna ilmen ve fahman ve hikmen bis-salihin. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum hurmatli ardaqda baular. Allah Teala'nın amanlığı, iyisindigi barchalarımızga olsun. Barcha Müslüman balasına Allah Teala'nın özü arkasın. Allah'ın buyurduğundan dərd ustatıp sizlerin ellerinize geldik. Bugün inşallah olsa iman ayının içinde sizlerine azgen, çağılmış etkençe, bölümümüzde gelgençe vaaz ayıp otursanız, vaazımızın takırı, yani Allah'ın eski alı, zikir etu duramamı. Allah Teala qasiyet Kur'an garibde estaizu billah fezkuruni enfkurkum veşkuruni ve la tekfurun. Meni eski alınlar, men de sendерді eski alayın, mağan şükür etіңдер, mağan küfür etіңдер. Өкінішке орай, қарнымыз тоқ кезде, киіміміз көп кезде біз Алла Тағаланы аса еске ала береміз. Ал енді басымызға қиыншылық төніп, бір пәлеге ұшыраған кезде Алла Тағаланы қаласақ та, қаламасақ та қиналғандықтан еске алып жатқан жағдайлар бар. Сондықтан да Құран кәрімде Алла Тағала мені жағдайларын түгел кезде еске алсаңдар, мен де сендерді қиналған кезде есім алам, яғни сендерге көмектесем, сендерге жария беремін. Сондықтан да бұл қасиетті Құран кәрімнің әмірі, және де маған шүкір етіңдер, яғни берген нығметтеріне, және беретін нығметтеріне маған шүкір етіп, маған хамд етіңдер, маған күпір еткендер. Адам баласының Алла Тағала күпірге ешқандай да ақысы жоқ. Алайда өкінішке орай көптеген адам баласының Алла Тағала күпір етіп, Алла Тағалаға қарсы күпірлік өтіп жатқан жағдайы бар. Сондықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның Алланы зікір ету, Алланы еске алу, Аллаға мадақ ету, Аллаға шүкір етудің артықшылығы туралы хадистерді оқып сіздерге иншалла түсіндіруге тырысайын. Бухаридің дағуат бабының 66 хадисінде Аби Муса Аш'ари радиаллаху анхудан келген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Мәсәлу ләзи йәзкуру раббаху вәлләзи ла йәзкуру мәсәлу хаййи вәл мәййит». Алланы еске алып зікір еткен мен Алланы еске алып зікір етпеген адамның айырмашылығы өлім мен тірі. Yani құдды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланы еске алып зікір еткен адам кісіні тірі десе, Алланы еске алмайтын, Алланы ойламайтын, Алланы зікір етпейтін кісіні өлі адам деген. Сондықтан да біз мүмкіншілігіміздің барынша Алла Тағаланы жатсақ та, тұрсақ та, отырсақ та, жүрсек те, жұмысымыздың басында, ісіміздің қасында Алла Тағаланы иншалла еске алатын болсақ, ол біздер үшін үлкен артықшылық. Қазақтың көрнекті жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың бір сөзі бар, ол біздің жағдайға келетін секілді. Қазақ күн көрмесе бісміллә дейді. Яғни басымызға бір су керек, бір қиыншылықпен өз сөйлеуге қарап Алла Тағаланы еске алып жүр. Жоқ емес. Сондықтан да кез келген сәтте Алла Тағаланы еске алып, Алланы зікір етіп, Аллаға иншалла хамд мадақ айтатын болсақ, ол мұсылмандық өзіміздің негізделген міндетіміз екен. Келесі хадисіміз Ахмад бин Хамбалда және Хайсам бинде келген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдан عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل فقال أي الجهاد أعظم أجرا قال أكثر لله تبارك وتعالى ذكرا قال Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан ең артық іс не деп сұрағанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланы көп еске алу деп айтты. Алла Тағаланы көп зікір ету деп айтты. فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا Оразаның ең жақсысы, сауаптысы, ең артығы қайсы деп сұрады. أَكْثَرُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деп айтты, тағы да Алла Тағаланы еске алып ұстаған ораза деп айтты. Яғни біз ораза ұстаған кезде өзімізді таң сәуірде аузымызды бекіткен болсақ,
ішінде Алла Тағала көп еске алып зікір ететін болсаң, иншалла, сол оразалардың ең қайырлысы болады, ең артығы болады. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. Одан кейін сахабалар пайғамбарымыз намаздың артықшылығы, садақаның артықшылығы туралы, зекеттің артықшылығы туралы, қажылықтың артықшылығы туралы сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям есептейді, баршасында Алла көп зікір етілген деп айтты. Яғни жұмыс сол істердің ішінде Алла Тағаланы көп зікір еткені деп айтты дейді, басқаларына қарағанда артығырақ деп айтты. Фақала Абу Бакр радиаллаху анху та'ала анху ли Умар радиаллаху анху та'ала анху يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. Сол кезде бұл сөзді естіген Абу Бакр радиаллаху анху Хазірет Омарға қарап, ей Абу Хафса, яғни ей Хафсаның әкесі, Алланы зікір ететіндер, Алланы көп еске алатындар барша сауапты, барша хайырды алып кетті деп айтты. Яғни сауап жасауда, хайыр істеуде Алланы зікір ететіндер есептейді, біздерден осып кетті деп Хазірет Абу Бакрге қарап тамсанып айтқан екен. Келесі хадисіміз Ахмад бин Хамбалдың Муснадында, Абу Дауудтың Уитр бабында және Насаидің Саху бабында риуаят етілген хадисте عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي يوم ما ثم قال يا معاذ إني لأحبك. Muaz ibn Jabal деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің қолымнан ұстап, қолымнан тұтып, ей Муаз, мен сені жақсы көремін деп айтты. Мен сені жақсы көремін деп айтты. فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. Сол кезде Муаз жауап ретінде не деп айтты дейді? Әке шешем жолында құрбан болсын, я Расулаллах, мен де сені жақсы көремін деп айтты. وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз мен сені жақсы көремін деп айтты дейді. Муаз да мен сізді жақсы көремін деген кезде, олай болса әрбір намаздың соңында мына зікірді, мына дұғаны тассама деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көпшілігіміздің білетін Аллаху а'ин а'ла зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик деген дұғаны Муазға үйретті дейді. Үйреткенде де қарапұшаңыз естеп айтты, тассама деп айтты бұл зікірінде. Бұның мағынасы, я Алла, өзіңді зікір етуге, өзіңді еске алуға, өзіңнің берген нығметтеріңе шүкір етуге, өзіңнің берген нығметтеріңе шүкір етуге, және саған лайықты түрде құлшылық етуге бізге күш-қуат бере көр, жәрдем ете көр деген дұғаны Муаз ибн Жабалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретті. Келесі Тирмизидің Зухд бабында және Муаттада риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن أكثر الكلام بغير ذكر الله قسوة لقلبي وإن أبعد الناس من الله قلب وقاسي. Бос сөз сөйлеп, қысыр кеңес құрып, Алла Тағаланы еске алмайтын сөздерді көп сөйлемеңіз. Яғни бос сөздерді көп сөйлемеңіз. Кімдеген бос сөзді көп сөйлейтін болса, ол кісінің жүрегі қатаяды. Ал адамдардың ішіндегі Алладан ең алысы жүрегі қатты болған кісілер айтты. Сөйлеген кезде, мысалы бір кісілермен немесе бір жиында отырып, 1 сағат сөйлесуіміз керек, 2 сағат сөйлесуіміз мүмкін. Ал енді сол 2 сағат сөйлескенде, 1 сағат сөйлескен кезде біздің аузымыздан қаншалықты дәрежеде Алланы зікір ету, қаншалықты дәрежеде Аллаға мадақ айту, қаншалықты дәрежеде Аллаға еске алуға деген. Ал енді бос сөйлеген, бос сөздің көп жерінде не болады дейді? Сол бос сөз сөйлеген адамның жүрегі қараяды. Жүрегі қатаяды. Ал енді Алладан алыс адамдар жүрегі қатты болған адамдар. Ал енді кейбір хадистерінде көп күлген адамдардың,
көп күлген адамдардың жүрегінің қатаятындығы, өлетіндігі туралы айтады. Сондықтан да мұсылман баласына қарқылдап тұрып күлу ол жараспайды. Сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең қатты күлгені немесе ең қатты жымиғаны не істейтін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Күлімсіреген кезде тістері, азу тістері ғана көрінетін. Кішкене ғана еткен кезде тістері ғана көрінетіндей дәрежеде күлімсірейтін еді. Біз пайғамбарымыздың еш уақытта қарқылдап тұрып күлгенін көрген емеспіз дейді. Сондықтан да мұсылман баласы әрқашанда жылап жүреді, күлмейді деген қағида жоқ, бірақ мұсылман баласы да қона даланың баласы болған. Бірақ күлгеннің де өзінің несі бар екен, жөні бар екен. Шам ашатымызға қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ретінде пайғамбарымыздан үлгі алып біз істеп жүрген екен, сондай дәрежеде күлгеніміз дұрыс болар екен. Келесі хадистеріміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай дейді: таразыда жеңіл, тілге жеңіл, таразыда ауыр, рахманға сүйкімді, жер мен көктің ортасын толтыратын екі сөз бар. Оның бірі субханаллах бихамдих, екіншісі субханаллахил азим. Бұл екі сөз шынында да қарап тұрсаңыздар айтқан адамның тіліне жеңіл. Субханаллах бихамдих. Бүкіл кемшіліктерден, қателіктерден пәк болған Алла тағалаға мадақ болсын. Субханаллахил азим. Бүкіл кемшіліктерден, қателіктерден пәк болған Алла тағала ұлы деген мағынаны білдіреді. Тілге жеңіл, таразыда ауыр, не таразысында, сауап таразысында ауыр, жер мен көктің ортасын сауапқа толтыратын дәрежеде артық абзал сөз екен. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хамд және шүкірге байланысты хадистердің өнері болса, Ибн Маджада және Абу Дауудта риуаят еткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع. Алла тағалаға хам мадақ айтылмай басталған кез келген іс берекесіз болады. Алла тағалаға мадақ хам айтылмай басталған кез келген іс ол берекесіз болады. Сондықтан да мұсылман баласы бір іс бастарда Аллаға мадақ, Аллаға хам айтатын болса, иншалла Алла тағала ол кісілердің ісіне береке береді. Өйткені сондай күш қуат беріп тұрған, сондай жағдай жасап тұрған біздің ұлы Алла тағаламыз емес пе? Сондықтан да істеу керек екен, әрбір ісімізді Аллаға сыйынып бастайтын болсақ, Алла тағаланың өзі біздерге иншалла берекесін береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде адам мен адамның арасындағы қарым-қатынастың маңыздылығын айта келе былай дейді: адамға алғыс айтпаған, адамға рахмет айтпаған кісі Аллаға шүкір етпейді. Адамға алғыс айтпаған кісі Аллаға шүкір етпейді. Сондықтан да бір бауырымыз біздерге қажетімізді ашар, бір жәрдемін тигізер, көмек жасап, немесе кішкентай ғана бір нәрсе қолыңызға бір деңгесін алып береді, тамақ ішіп отқан кезде тұзды алып береді, басқа бір жағдай жасап, не істеуіміз керек екен? Рахметімізді аямауымыз керек. Біздің қазақтың рахмет деген сөзінің өзі бір дұға, алғысың өзі дұға. Өйткені Алладан сіз үшін жарылқау тілейді. Яғни рахмет деген сөз рахма, Алла тағаланың несі рахымы. Рахмет дегеннің мағынасы не екен? Я Алла, осы маған көмегін тигізген, немесе осы маған жақын жасаған құлыма рахмет. Осыны жарылға, мейірімге бөлеген бір дұға екен. Сондықтан да Алла адам баласына шүкір, адам баласына рахмет айтпаған кісі Аллаға шүкір етпейді. Келесі хадисіміз Муслимнің зикр бабында, Тирмизидің Ат'ама бабында келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Инна Аллаха ла ярда анил абди ан якула ал-аклата фаяхмадаху алейхи ва ау яшраба шарбата фаяхмадаху алейха." Алла тағала бір құл су ішкеннен кейін, немесе кез келген сусын ішкеннен кейін Аллаға хамд айтса, оған разы болады. Бір тағам жегеннен кейін Аллаға хамд айтса, Алла тағала оған разы болады. Яғни тамақ ішкеннен кейін, немесе сусын ішкеннен кейін хамд, мадақ айту, ол
ол қиын іс емес. Оған бір арнайы қабілет болудың, оған бір аса бір ақылды болудың, бір үлкен дәрежелі болудың ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан да біз Алланың берген нығметіне, ішкен суымызға альхамдулилля десек, немесе берген тамағына альхамдулилля деп айтатын болсақ, Алла Тағала біздерге разы болады екен. Кейбір ғалымдарымыз айтады, сол ішкен тамағының ақысы хам дейді. Хам дейді. Ал енді біздің қазақта айтады, бір үйден бір ас ішсең 40 күн сәлем береді. Ал енді біз Алла Тағала біздерге нәсіп етіп, сол азық-түлікті берген болса, оған шүкір ету мұсылманның міндеті, мұсылманның жауапкершілігіне жатады деген құрметті көрші. Келесі хадисіміз Тирмизидің Жанаиз бабында келген хадисте: «Иза мата валаду абди қала лил-малаикатихи қабатту валади абди фаякулу на'ам». Бір кісінің баласы өлген кезде Алла Тағала өзінің періштесінен былай деп сұрайды, яғни өлім періштесінен Әзірейілден былай деп сұрайды: менің құлымның баласының жанын алдың ба деп айтады. Сол кезде иә деп айтады. Фаякулу қабатту сабрати фуади фаякулу на'ам. Сен менің құлымның бауыр еті баласы, жан дүниесінің жемісі болған баласын, перзентінің жанын алдың ба дегенде періште иә деп айтады. ماذا قال عبدي فيقولون حمد الله واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Сол кезде Алла Тағала өзі тамаша біліп тұрса да періштесінен сұрайды екен: олай болса менің құлым не деп айтты деп айтады екен. Яғни сен менің құлымның бауыр еті баласын, жан дүниесінің жемісі болған баласын жанын алған кезде құлым не деп айтты деген кезде: Альхамдулилля, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп айтты. Яғни сондай қиын емтиханға, сондай ауыр бәлеге душар болғанына қарамастан Аллаға хам айтқан. Және де мұсылман баласының айту керек болған сөз. Яғни мұсылман баласының әдебі, кез келген кісі дүниеден өтетін болса, ол кәрі болсын, үлкен болсын, бір кісі марқұм болыпты деген еститін болса, ойбай жас еді-ау, істемеген анасы бар еді, мынасы бар еді, ол болыпты деген деп айту емес, мұсылманның міндеті екен. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Баршамыз Аллаға тәнбіз, баршамыз Аллаға қайтамыз деп истиржа айту керек. Сондықтан да келгеніміз белгілі, кететініміз де белгілі. Алланың берген жасын өмір сүреміз. Ол жастан 1 секунд ұзақ жасамаймыз, 1 секунд аз да жасамаймыз. Алла Тағаланың бізге, пешенемізге не жазған болатын болса, оны толықтай көреміз. Кем іштенге көрмейміз, артық та іштенге көрмейміз. Сондықтан да не істейді екен? Әркім өзінің рызық нәсібесін жеп тауса. Содан кейін Алла Тағаланың берген уақыты бойынша не істейді екен? Дүниеден өтеді екен. Сонда Алла Тағаланың құлы сондай ауыр емтиханға қарамастан Аллаға мадақ айтқан болса, Алла Тағала истиржа айтқан болса, Алла Тағала ол кісінің сол ұстамдылығына, сол сабырлығына риза болып не деп айтады екен: олай болса, ол құлым үшін жәннаттан сарай салыңдар, оның атын хам деп қойыңдар. Яғни сол кісіге риза болғандығы, ол кісіге жәннаттан сарай салғызып, оның атын хам, мадақ деп есеңден екен қойыңдар деп айтады екен пайғамбарымыз. Енді осындай оқиғаға келер болсақ, бір сахабаның Әл-Жуаз аурушаң баласы бар. Ылғи да науқастанып жүргеннен кейін сахаба шаршап кешке үйіне келген кезде әйелінен сұрайды: бала қалай болды дегенде, бұрынғысынан да жақсы болды дейді. Бұрынғыдан да жақсы, бұрынғыдан да рахат дейді. Негізінде ол бала өліп қалды. Қараңғы түн болды, келген күйеуін жаңағы түнімен ұйықтай алмай шықпасын, түнімен қиналмасын деп әйел естіртіп жасырды дейді. Бұрынғыдан да жақсы болды деп айтты. Шынында да ол балаға жасап толмаған
ауруына нестеді, қатты ауырды, одан кейін өлгеннен кейін ол шында да ол рахат дүние болды. Бұрынғыдан да жақсы болып тұрады. Сөйтіп екеуі тамағы ішіп болғаннан кейін жатады, ертеңгісін тұрғаннан кейін әйел айтады, отағасы дейді, бір сұрағым бар еді. Қой. Бір кісі сізге аманат берсе, арада біраз уақыт өткеннен кейін келіп сол аманатын сұраса, сіз аманатын иесіне тапсырасыз. О не деген? Аманат иесіне тапсырған. Сол кезде әйел дейді, олай болса, Алла Тағала өзі бергенін алады. Яғни баласының өлгенін осылайша жеткізеді. Сонда сахаба ашуланады, әйелін жазғырады. Сонда не істейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына ертіп барады. Мына әйелім осындай нәрсе істеді, сіз не дейсіз дегенде, Алланың елшісі пайғамбар дейді, әйеліне сабырларың мүбәрәк болсын дейді. Алла Тағала сіздердің бұл істеріңізге риза болды, бұның орнына сіздерге одан да хайырлысын нәсіп етеді. Шынында да содан кейін сол сахабаның 9 перзенті болды дейді, жаңа әйелінен 9 да ғалым болды дейді. Көрдіңіз бе, қандай сабыр әйел. Сондықтан да басымызды бәле келген кезде тасқа ұрсақ та, тауға ұрсақ та, бетімізді тырнап, киімімізді жыртсақ та ешбір нәрсе өзгермейді. Керісінше не істеуіміз керек екен? Сол жерде сабыр етіп, Алланың басқа салғанына көніп, тәуба шүкірден не істеуіміз керек екен? Өз-өзімізді ұстануымыз керек екен. Ал енді бізді ғана көріп қалдың ба, біз саған не жазып едік, пәленшенің баласы жүр ғой деген секілді нәрсені айту мұсылман баласының аузына жараспайды. Мұсылман баласы. Әлбетте бала шағаларымыз ел жұрт аман болсын, бірақ өмір болған жерде өлімнің болатындығы екен, ол ақиқат. Сондықтан да сондай қиыншылық жағдайда сабыр еткен кісіні, соған сабыр еткеніне қарамастан шүкір еткен кісіні Алла Тағала үлкен сый-сияпатқа бөледі. Келесі хадисіміз Тирмизидің даъват бабында келген хадис. Афдалу зикри ла илаха иллаллах. Алланы зікір етудің ең абзалы, ең жоғарғысы ла илаха иллаллах. Яғни Алладан басқа табынатын, жалбарынатын, сұрайтын, құлшылық жасайтын, тілейтін, паналайтын, жақсы болу арқылы көңілі тоқ болатын менің ешқандай да тәңірім жоқ деп зікір ету, бұл зікірдің несіген ең абзалы, ең артығы. Сондықтан да зікірдің ең артығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла илаха иллаллах деп айту деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге өсиет болған екен. Келесі хадисіміз. Бұл хадисті бүкіл хадис кітабында келген, яғни кутубу ситта, тіпті кутубу тис'ада келген хадис. Ан Аиша радиаллаху анха أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفكر قدمه فقال عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Аиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әйелі айтады, Алланың елшісі түндерде намаз оқығаны соншалық аяқтары ісіген еді. Аяқтары ісігенше намаз оқиды. Сонда мен пайғамбарымызға жаным ашып, я Расулаллах, Алла Тағала сіздің өткен және келер күнәларыңыздың бәрін кешкен ғой. Неге осы сөз сонша өз-өзіңізді қинайсыз деп айтамын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ей Аиша, Аллаға шүкір еткен құл болмаймын ба деп айтты. Аллаға шүкір еткен құл болуды жақсы көрмеймін ба деп айтты. Яғни біз міндетті түрде белгілі бір нәрсе берген кезде ғана емес, әр уақытта Алла Тағалаға шүкір етуіміз керек. Өйткені ғалымдарымыз айтады, адам баласы бір рет демалған кезде екі рет шүкір етуге міндетті. Себебі біз дем шығармай дем ала алмаймыз. Баршамыз осы күнге шейін өмір сүріп келе жатырмыз. Үйімізде светті қолданамыз, газды қолданамыз, суды қолданамыз, үйді қолданамыз,
светтің ақшасын төлейміз, газдың ақшасын төлейміз, судың ақшасын төлейміз. Төлемей қойыңыз, не болады екен білесіздер ғой. Ал енді бүгінге дейін кім демалған Алланың ақшасын төледі? Светсіз өмір сүруге болады. Бабаларымыз 20-шы ғасырға шейін өмір сүрді, һәм мен ойлаймын, бізден де бақытты өмір сүрді. Газсыз өмір сүруге болады, бабаларымыз өмір сүріп келді. Интернетсіз өмір сүруге болады, өмір сүріп келді. Телефонсыз өмір сүруге болады, сүріп келді. Ал енді ауасыз қанша уақыт өмір сүре аламыз? Сусыз қанша уақыт өмір сүре аламыз? Сондықтан да Алланың берген нығметтеріне шүкір ету ол құлдың міндеті. Біздің жұдырықтай кеудемізде солып тұрған жүрегіміз ешкім оны сатып алған жоқ. Алла Тағала біздерге берді оны. Ғалымдар айтады, егер адам баласының бойындағы бүкіл тамырларды бір-біріне жалғаса 40 000 шақырымды құрайды. Яғни дәл осы жерден біреуіміздің тамырымыз бір-біріне жалғаса, дәл осы иманғали мешіттен шығады да бүкіл дүние жүзін айналып береді, арт жағымызда тура жерге келеді қанымыздың тамыры. Ал енді жұдырықтай жүрегіміз 40 000 шақырым жерге есеп тұр, қанымызды айдап тұр, қанымызды жіберіп тұр. Дүние жүзінде ешқандай ондай насос жоқ, 40 000 километрге су айдайтын немесе мұнай айдайтын. Ал енді ғалымдарымыз тағы да айтады, адам баласының көзі, біздің көріп жүрген көзіміз, егер көзіміздің қызметін атқаратын бір аппарат, бір технология жасайтын болса, біреусінің өзіне $65 миллион қаражат кетеді, және оның үлкені осы біздің отырған мешіттің ішінде болады. Екеуіне ойлаңыздар, екеуіне $130 миллион қаражат кетсе, екеуінің үлкендігі мына біздің мешітімізде екеуі болса. Біреу сізге сыйға тартқан күннің өзінде көзіңізге таққан кезде ешқайда жылжымай сол көзіңізге байланып жатпайсыз ба? Ал енді Алла Тағала қарасаң, жаның елжірейді, сүт сүйкімді көзіңізге біздерге дейін ақ берді. Бірде Иса алейхиссалам келе жатқан кезде ағаштың түбінде денесінде сау тамтығы жоқ бір ауру адамның Аллаға хам мадақ шүкір айтып жатқанын көрді. Қараса, денесінің барлығы ауру дейді. Жаны ашып, Алла Тағаланың мұғжизасымен әлгі кісінің үстін сипап жазды дейді. Яғни дене туа бойы ауруынан аяқтап кетті. Сол кезде әлгі құлын жылады дейді. Сонда Иса алейхиссалам сұрады дейді, неге сен жылап жатсың? Мен саған денсаулығыңды Алланың құдіретімен қайтардым ғой деген кезде не деп айтты дейді. Мен бүгінге дейін тілім мен жүрегімнің шүкіршілігін әлем Алла Тағалаға жеткізіп жатқанда, Алла Тағалаға әлем білдіріп жатқан кезде, мынау 12 мүшемнің бүкіл денсаулығының шүкіршілігін қалай айтамын деп айтты. Қалайша Алла Тағалаға жеткіземін деп айтты. Сондықтан да альхамдулилля дейміз. Жер басып жүрсек, қолымызбен ұстап жүрсек, көзімізбен көріп жүрсек, құлағымызбен естіп жүрсек, біз шағым айтуға ешқандай да құқығымыз жоқ. Бір кісі айтқан екен, аяқ киімім жоқ деп ренжуші едім, аяқ жоқты көрген кезде шүкір еттім. Және бір ғалым айтады, көшеде кетіп бара жатқанда аяғымыз тасқа сүрінсе, боқтаудың орнына осы тасқа сүрмедің аяғымның барлығына шүкір деп айтты. Шынында да көшеде кетіп жатқан кезде аяғымызды барбер ұрып алсақ, немесе бір тас ұрып алсақ, көпшілігіміз естиміз, аузымыздан автомат түрде боқтық сөз шығады. Немесе жаңағыдай бір нәрсені айтамыз. Аяғымыз бар болғанда не сүрінеді, жоқ болса қайдан сүрінеді? Не деп айтты дейді? Осы тасқа сүрінетін аяғымның барлығына шүкір деп айтты. Барлығына шүкір. Өзімізбен бірге оқыған бір Ерлан деген азамат болады. Алланың нығметін түсіндіру үшін сіздерге мысал ретінде айтып отырмын. Мына ішкі мүшелеріне 6-7 рет операция жасаған. Сонда айтады, 6 ай әжетханаға бармадым дейді. 6 ай. Сөйтіп үйімде өз бөлмемде отырамын дейді, ауылымның.
әжетханаға қарай қарап тұрады. Сөйтіп үйден шығып біреу әжетханаға кетіп бара жатса, міндетті түрде орнынан тұрып, терезеге барып, ана адамға қарап тұрамын дейді. Барғанша қарап тұрып, шығып келгенше қарап тұрады. Мынау қандай бақытты адам деп айтады. Әрбір өткен адамға есіне шығып қарап тұрамын дейді. Барып деген қандай бақытты адам әжетханаға барады деп айтады. Көрдіңіздер, керек десеңіз, әжетханаға баруымыздың өзі біздер үшін нығмет. Құдай өзі сақтасын, 2 сағатқа немесе 2 күнге әжетханаға бара алмай қалсақ, қолымыз тұтылсыншы, қалай жанымызды қоятын жер таппай қаламыз. Сондықтан да Алланың біздерге берген нығметі Құран кәрімде айтқандай санап таусылмайтын дәреже. Ар-Рахман сүресінде сендер біздердің, яғни сендер менің қай нығметімді жоққа шығарасыңдар, қай нығметімді жалған деп айтасыңдар деп 78 рет айтады. Яғни Ар-Рахман сүресінде 78 рет Алла Тағала не дейді, адам баласы біздерге менің қай нығметімді жоққа шығарасыңдар, қай нығметімді жалған деп санайсыңдар. Сондықтан да Алланың біздерге берген нығметі, Алланың біздерге жасаған жақсылығы біздер санап таусылмаймыз. Мүмкін емес. Қазір күніміздегі ең мықты деген фотоаппарат ары кетсе 23 мегапиксель болатын болса, мына біздің көзіміз 756 мегапиксель. Ол дегеніміз 10-15 сантиметрлік аралықта көзіміз 7.657.000 түсті көреді екен. Құдайдың құдіреті көрсеңіз, Алланың құдіреті. Сондықтан да 12 мүшеміз сау болса, дені қарамыз сау болса, бала-шағамыз аман болса, әлхамдулилля деп Аллаға шүкір етеміз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, біреудің дені сау болса, бір күнге жететін азығы болса, түнейтін орны болса, бүкіл дүниеге ие болғандай дейді. Яғни бүкіл дүниеге ие болғандай дейді ол кісі. Ал енді қанағат етпеген жағдайда адам баласы тоймайды. Сондықтан да деніміз сау болатын болса, түнейтін жеріміз бар болатын болса, қарнымыз тоқ болатын болса, бүкіл дүниеге ие болғандай. Келесі хадисimiz Müslim'in zuhd babında rivayet edilen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Acaban li emril mu'min inna emrahu kulluhu khayr ve laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu ve in asabathu darra sabara fa kana khayran lahu." Müminning, musulmonning жағдайы таңғаларлық, қызғарлық дейді пайғамбарымыз. Мұсылман бір олжаға кенеледі, жақсылыққа бөленеді, шүкір етеді, сауап алады дейді. Мұсылман баласы бір қиыншылыққа душар болады, сабыр етеді, тағы да сауап алады. Яғни екі жағдайда да мұсылман баласы десе немен шығады дейді? 30-пен, табыспен шығады. Бірақ оның шарты бар. Қандай шарт екен? Жақсылық көрген кезде шүкір ету, жамандық көрген кезде сабыр ету. Жамандық көрген кезде сабыр ету. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір кісі ауырса, ауруынан айығып, аяққа тұрған кезде күздің күні ағаштың жапырағы төгілген секілді бойына күнәлар төгіледі. Тіпті аяғына немесе бір мүшесіне бір ағаштың жаңқасы кішкентай тікен кірсе де, ол мұсылман баласының күнәсі үшін кафарат болып саналады. Бірақ шарт не екен? Сабыр ету. Сабыр ету. Алланың көрсеткеніне сабыр ететін болсақ, иншалла біздің көргеніміз не болады екен? Біздерге сауап ететін болады. Ал енді Құдай өзі сақтасын, Алла өзі сақтасын. Аллаға шүкір ететін болсақ, қарсы шығатын болсақ,
Менен басқа ешкімді таппай қалдым, елдің бәрі толып жүр, яғни неше түрлі күнәһарлар жүр, неше түрлі жаңағындай өзіңе құлшылық жасамайтын неше түрлі адамдар жүр. Соларды неге жаңағындай өстіп қиыншылық көрсетпейсің деп айтуға біздің хақ құқығымыз жоқ. Хақ құқығымыз жоқ. Тіпті кітаптарда сахабилер бір қиыншылық төнбей қалса, пайғамбарымызға келіп айтады екен: "Я Расулаллах, Алла Тағала маған мән бермей ма? Мен ешқандай қиыншылық көрмей жатырмын" деп айтады екен. Ешқандай бір қиыншылық төніп жатқан, мен Алла Тағала ұмытып кеткен жоқ қой деп айтады. Яғни Алла Тағала әлбетте ұмытпайды, бірақ не екен? Астана мағынасында. Яғни ол кісіге мән бермеу мағынасында. Келесі зікірдің тағы бір бөлімі, зікір болып саналатын нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام. Кімдегі маған салауат айтатын болса, Алла Тағала ол салауатқа жауап беру үшін маған рухын қайтарады. Яғни мен ол үшін не істеймін деді, жауап беремін. Келесі хадисіміз: "Ман салла алейя саллаллаху алейхи биха ашран". Кімдегі маған бір салауат айтар болса, кімдегі маған бір салауат айтатын болса, Алла Тағала ол кісіге 10 салауат айтады. Яғни Алланың салауаты құлын жарылқауы, құлын кешіруі, құлын рахымына бөлеу. Сондықтан да біздің басшымыз, жанашырымыз, ақыреттегі шапағатшымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атын естіген кезде салауат айту мұсылманның міндеті. Ғалымдарымыз былай дейді: бір мұсылманның өмірінде бір рет салауат айтуы парыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты әрбір аталған кезде салауат айтуы сүннет дейді. Кейбір ғалымдарымыз айтады, бір мәжілісте пайғамбарымыздың аты бірнеше мәрте қайталанса, бір рет айту жеткілікті дейді. Ал енді әрбір айтылған кезде салауат айту әлбетте абзал. Сондықтан да біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атын естіген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуымыз қажет. Келесі хадисіміз: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة. Адамдардың ішіндегі қияметтің күнінде маған ең жақын болады, маған көп салауат айтқан кісі. Яғни кімдегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жақын болғысы келсе, Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көп салауат айтсын. Мына өмірде кейбір кісілерге жақындау қисынсыз немесе қиын. Бір адамға жағу қиын. Жақсылық жасауымыз мүмкін, жақсылығымыз қайтпауы мүмкін. Жақсы көруіміз мүмкін, ол істі жақсы көрмеуіміз мүмкін. Ал енді иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға шын көңілден салауат айтар болсақ, Алла Тағала біздерді 10 рет кешіріміне бөлесе, және де қияметтің күнінде ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ең жақын құл, ең жақын үмметі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат көп айтқан кісі бар. Келесі хадисіміз عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلا يصلى عليه. Адамдардың ең сараңы менің атым аталған кезде маған салауат айтпаған кісі. Яғни адамдардың ең сараңы дегеніміз не? Ешкімге ештеңе бергісі келмейтін. Орыс тілінде айтқанда скупой. Яғни ең сараң адам менің атым аталған кезде маған салауат айтпаған кісі. Скупой умирает дважды.
Тағы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның намазға байланысты хадисінде былай дейді: адамдардың ішіндегі ең жаман ұры намазда ұрылған кісілер. Сонда сахабалар сұрайды: "Я Расулаллах, намазда адам баласы қалай ұрлайды?" деген кезде дейді: "Ta'дил арканға мән бермейді." Яғни намаздың рүкіндеріне мән бермейді. Яғни немесе қиямда, немесе жаңағыдай сәждеде, рукухта уақытты бекітілген уақыттан кем тұру, аз тұру. Яғни тауықтың жем шоқыған секілді, тары шоқыған секілді тез намаз оқу. Ең жаман ұры намазда ұрылған кісі. Сондықтан да намаздың рүкіндеріне әділ болу, әрқайсысында денеміз орнықтыдай тұратындай дәрежеде намаз оқу, әлбетте намаздың намазы. Ал енді жылдам жаңағы рүкіндеріне мән бермей оқу, бұл құдды намазымыздан ұрлаған секілді бар екен. Келесі хадисіміз عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلى علي، ورغم أنف رجل دخل علي رمضان ثم انسخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبوه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: тұмсығымен жер сүзсін. Яғни тұмсығымен жер сүзу деген негізінде жақсы нәрсе емес. Яғни қор болсын, сорласын деген мағына. Кім жанында менің атым аталған кезде маған салауат айтпаған кісі қор болсын деп айтты. Сорлайды деп айтты. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз біреуге беддұға жасап жатқан жоқ. Кәмен сізді түсіндіреді. Одан кейін мына кісі сорлайды, мына кісі қор болады. Кім Рамазан айы келіп, Рамазанда ораза ұстап, Алланың рахымына бөленбеген кісі. Одан кейін мына кісі қорлай, әке шешесінің біреусі немесе екеуі де жанында қартайып, екеуіне қызмет көрсетіп, олардың батасын алып, ықыласына бөленбеген кісі қорласын. Яғни бұл айтылған үш нәрсе сауапты оратын, сауапты құшақ жинайтын сауаптың науқаны. Яғни біз қыстың азығын жаз уақытында жинаймыз. Әрбір нәрсенің өзінің науқаны бар. Ал енді науқан кеткеннен кейін істесек дегенмен де науқан дайындай біз нәтижеге жете аламыз. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аты аталған кезде пайғамбарымызға салауат айту ол үлкен сауап, үлкен дәреже. Рамазан айы келгенде Алла тағаланың әмірі ретінде Рамазан оразасы ұстаған кісіде не істейді екен? Үлкен сауап береді екен. Үлкен сауап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: бір күн ораза ұстаған кісіні Алла тағала 70 жылдық қашықтық тозақтан аулақ ұстайды дейді. Және бір хадисінде Рамазан айында себепсіз бір күн ораза ұстамай, кейін сол бір күннің сауабына жетемін деп өмір бойы Рамазанның тысында ораза ұстаса, дәл сол бір күнгі оразаның сауабына жете алмайды дейді. Көрдіңіздер, Рамазан айының оразасының ерекшелігі. Бір күннің ерекшелігі. Мысалға, бір кісі бізге келсе, бір шаруа бар, таңғы сағат 3-те басталады жаздың күні, кешкі сағат 9-да бітеді. Демалмайсың, тапжылмайсың, су ішпейсің, тамақ ішпейсің, жұмыс жасайсың. Ауыр жұмыс па? Ауыр жұмыс. Қиын жұмыс па? Қиын жұмыс. Бірақ соның бір күндік сол жұмыстың ақысы ретінде 70 жылдық ішетін тамағың, киетін киімің, мінетін көлігің, тұратын үйіңді беремін десең, ондай жұмысқа кім бармайды? Ондай істі кім істемейді? Мен ойлаймын, төсек тартып жатқан адам ауладан тұрып істейді, сол жұмысқа. Қалтырап, қартайып отқан, шау тартқан кісінің өзіне істейді, тұрып сол жерге барады. Ал енді өкінішке орай Рамазан айы келсе, тепсе темір үзетін, тас шайнап құм түкіретін, қар жауып, мұз жастыратын адамдардың өзі ренжімеш, менің басқызарым ауырады, менің бүйрегім ауырады. Сап-сап адам ақсап-тоқсап болып шыға келеді. Субханалла, Алланың қасиетті Рамазан айы келгенде, Алланың әмірі келген кезде негізінде біз не істеуіміз керек? Я Алла, осы Рамазан айына аман есен жеткізгеніңе шүкір.
Рамазан айында ораза ұстауға күш-қуат, денсаулық, мүмкіншілік бергеніңе шүкір. Мен сенің бұл ғибадатыңды құрметпен, қуана, мәртебемен ұстаймын, орындаймын деудің орнына біреу ақсақ, біреу тоқсақ, біреу мүгедек болып шығады. Олай болмайды. Сондықтан да Алла Тағалаға жақындататын ең төте жол, ең табысты жол Алланың біздерге әмір еткен парыз қылған ғибадаттар. Бір кісі парыз ғибадатты орындамай тұрып, парыз құлшылықтарды орындамай тұрып, миллиардтаған қаражат садақа қылса, намаздың сауабындай болмайды. Таудай алтынды жақсылыққа жұмсаса, оразаның сауабындай болмайды. Зекеттің сауабындай болмайды, қажылықтың сауабындай. Ал енді, әлхамдулилля, 5 парызын орындап, сонымен қоса сол жақсылықтарды жасап жүретін болса, әлбетте сол жақсылықтардың кем дегенде 10 немесе 700 немесе одан да көп есе ол сауаптың есесін, қарынын, сый-сияпатын адам баласы істеген көреді. Сондықтан да осы бабаларымыздың сан ғасыр арман еткен осы бейбітшілік уақыты, кеңшілік уақыты келіп, дастарханымыз тоқ, киіміміз бүтін, бізге ешкім намаз оқыма деп айтқан жоқ, ораза ұстама деп ешкім кедергі жасап жатқан жоқ, қажылыққа барма деп ешкім кедергі жасап жатқан жоқ. Намазымызды оқып жатырмыз, құлшылықтың қылып жатырмыз, тіпті мешіттер салып беріп жатыр, жағдайымызды жасап жатыр. Енді осыған шүкір ететін болсақ, иншалла, Алла Тағала біздерге одан да көп рахмет береді. Ал енді бұны місе тұтпай, бұған риза болмайтын болсақ, онда біздер үшін бұл кемшілік болады. Өйткені Алла Тағала егер осы күндеріне шүкір ететін болсаңдар, осыған шүкір ететін болсаңдар, мен сендерге көбейтіп беремін, арттырып беремін. Сондықтан да әлхамдулилля, осы күнімізге, осы уақытымызға, осы жерімізге, осы елімізге шүкір деп, Аллаға құл болып, елімізде бір-бірімізге деген ілтипатымызды арттырып, өмір сүру біздердің міндетіміз екен. Тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанда 67 мешіт болған екен. Бас аяғы 23 жылда 2500 мешітке жетті оның саны. 2500-ге жетті. Сондықтан да әлхамдулилля деп осы күнімізде шүкір етіп, намазымызды дұрыс орындап, өзіміздің азамат ретінде қоғамның алдындағы міндеттерімізді дұрыс орындап жүріп тұратын болсақ, біздерге ешкім тосқауыл болмайды. Сондықтан да мұсылман баласы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтуы бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман баласының қалыбын, мұсылман баласының формуласын, мұсылман баласының кім екенін бір ауыз сөзбен айтқан. Әл-муслим мән салим муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мұсылман дегеніміз тілі мен қолы мен ешкімге зияны тимеген кісі. Мұсылман баласы осы. Сондықтан да Алла Тағала иншалла елімізді аман, жұртымызды тыныш қылсын, дүние жүзіндегі ислам әлеміне бірлік берсін, мұсылмандарға ынтымақ берсін, жазықсыз жапа шегіп, босып жүрген бауырларымызға Алла Тағала иншалла сабыр берсін, елімізді аман, жұртымызды тыныш қылып, аспаннан жаудырып, жерінен өндіріп халқымызға мол рызық нәсіп етсін. Алла Тағала табысты күндерге, жақсы күндерге баршамызды жеткізсін. Ахир дағуана алхамдулиллахи ва